Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Мүсілай. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Менің YouTube арнамда тез дайын болатын, оңай және әртүрлі рецепттер бар. Менің арнамда осы суреттегі тағамдардың рецепттерін көре аласыздар. Арнама өтіңіздер. Бүгін сіздермен осындай кофе машинасыз үй жағдайында дайындалатын осындай көбігі мол кофе дайындайтын боламыз. Осылай көбікті болып шығатын кофені сіздермен бірге дайындайтын боламыз. Мінекей осындай әдемі болып шығады. Кофені дайындау үшін бізге қайнаған суымызды тынып тұрған осылай ыдысымызға құйып аламыз. Сүтімізді осындай көпіртіп алатын боламыз. Және бізге ұнтақталған кофе керек болады. Сіздер өз қалауларыңызша кофе салсаңыздар болады. Осылай кофеңіз ұнтақталған болуы керек. Мінекей осылай сүтімізді жақсылап көбігі шыққанша араластырып алатын боламыз. Сүтті өз қалауларыңызша құя берсеңіздер болады. Мінекей осылай көбікті болып шығады сүтіміз. Дайын болды. Енді қайнаған, тынып тұрған суымызға біз ұнтақталған кофемізді салып аламыз. Кофелеріңіздің иісі бар болса, өте әдемі, дәмді шығады. Мінекей кофемізді салып алдық. Енді кофемізді жақсылап араластырып аламыз. Сіздер бірінші кофені салып, сосын үстіне қайнап тұрған, тынып тұрған суды құйсаңыздар болады. Кофенің үстіне қайнаған ыстық суды құюға болмайды. Ыстық суды міндетті түрде тындырып алу керек болады. Мінекей, енді үстіне көпіршітілген сүтімізді құямыз. Мінекей, көбігі осындай әдемі болып шығады. Біздің кофеміз дайын. Сіздерге видео ұнаған болса, сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болады. Және кофе машинасыз осылай күнде кофе таңертең дайындап ішсеңіздер болады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар.